Селам алейкум, урметлі сәрджелер. Бұл UA TV студияда Украина хаберлері. Бүгін декабрінің 28-і жұмақшымы күні. Украин тарафы рейнелерінің азат етілмесі бойынша женкеверлер или яны музыкерлерге башлады. Бұны юқары радада президент темсілжісі Ирина Луценко білдірді. Оның сөзлеріне көре, қанунсыз Донецк ве Луганск халық жүмхуриетлерінде 20-ден зиеді Украин ватандашының бұлыну вера таздықланылған. Бұның еле Киев ешғал етілген Қырымда ве Русия территориясында қанунсыз тарзда тұтылған ватандашларының азат етілмесі бойынша япылған әрекетіні файлештірір. Оларның Русияның яқыланған арбейлеріне денаштырылмесі мүмкін. Алмания канцлері Ангела Меркель ве Франкистан президенті Эммануэль Макрон тарафларының рейнелерінің там азат етілмесіне қадар алмашуға девам етмеге чағыра. Биянат Бундестаг сайтында басылған. Бұның еле Қызыл Хачның халқара комитетіне ешғал етілген Донбассның районларына ирішімнің ачылмақ кереклігі қайды етілген. Рейнелер алмашуы Донбазы диетінің идаре етілмесінде жиді бір нәтижелеріні бере біле, деп айтыла ОБСЕ биянатында. Тешкілят атешны бутунли тоқтықмаға чағыра. Азат етілген украинлер арасында тахминен 2 ел девамында эсір тұтылған Донецк тарихчысы Игорь Козловский да бар еді. О сақты Донецк хал жүмхуриетінің яна кемиетіні танымай еді. Қанунсыз шекілді жасуслық маддесі бойынша махкеме етілген еді. Сумы велиетінің киборғы Александр Морозов 2015 сенесі Донецк авалиманның мудафасындан берлі есерлікте бұлынды. Львив велиетінден 22 яшында мұқавеледжі Валентин Богдан 2016 сенесі женкеверелерінің есерлігіне тошты. Луганск велиеті Попасный районында тұтылған еді. Милли гвардия аскересе Евген Чуднецов. Оның тақдирі қында Русия матбуат васталарының кадрларындан белі олды. Женкеверлер Евгенні 30 елға макюм еткен еді. Харьковлы гоннулі Алексей Кириченко Донецк велеті Саурмагилы ичун көрешкен еді. Әркестен зиеді 3,5 ел девамында есерлікте тұтылды. Женкеверлер Украин тарафына Заря Луганск футбол тақымының эки мұхлесі Владислав Овчаренко ве Артем Ахмеровна ве блогер Эдуард Неделяевна де теслим етті. Кеченлері ато зонасындаки эти Украин арбейі яраланды деп білдіре ато штабының спикері Василий Лабай. Умомен аселет ачылған дорт атыш қайды етілген еді. Мутареке режимнің бұтун бозылулары Донецк юнелешінде қайды етілді. Кундуз, Приазовьеде Русия үжіретлі әскерлері Украины маячелеріні водяной янында қызыштырған еді. Ишғал етілген қомшу қасабаларындан Саханкаве Ужовка тарафындан да атеш ачылған еді. Донецк жеварындаки районға да уджум етілді. У вечірній час ворог з гранатометів та стрілецької зброї порушував перемир'я у передмісті Авдіївки. Ақшам душман граната атқычтан ве хафиф силядан Авдеевка живарында мутареке режимні бозды. Бұның еле бұ жебе живарында шерінің янында душманның снайпері де чалышты. Украин ордусының базынов ноқталарына атеш ачқан еді. Бұндан да ғайры енгіл пияде силясындан ачылған атешке камин каймайжелер оғрады. Мудафамыздың дигер қысымларында атеш тоқтадуф режимі бозылмаған еді. Украин арбейджілері қаршылық атешні açмаған. Душманның ұжымы нәтижесінде ато күчтерінің 2 арбейі хафиф яраланды. Кабелде олған патлавлар нәтижесінде 40 инсан әләк олды. 30 яраланды. Бұны Афганистан ички ишлер назиранын муавины білдірді. Хабер агентлігі бинасында шеид құшағы иле фидаи озыны патлатты. Бұндан сон о ерлерде да уч патлав янғырады. Дейме Мур. Уджун месулиетіні озыны ислам девлетінің женкеверлері алды. Охмаддетнын яны корпусы хасталарны келечек сене қабул еті башлажак. Бұны Украина баш назире Володимир Гройсман қанатның ишлетовге ачылмасы вақтанда білдірді. Айтқаны кебі ел эвелсі корпус қазайы алдайды. Бүгін есе азыр олғаны аққында сертификаты бар. Бұның еле келечек сене хастаханенің екінші қысымы құрылы башлайжак.
Ахмадетнын янартылған комплексы 2011 сенесі декабрь айындан құрула. Тамир ишлері базыда тоқтатылайды. 16 сенесі октябрь айында құруджылық ишлері тамамынен башланған еді. Хастаханеде енді да чоқ амелиятның кечерілмесі мүмкін олыр. Дейлер сағлық сақлав нәзірлігінде. Украин балаларының четелде тәдәвелев бюджетті қысқартыла біле. Бельчикада мемлекет шымалендекен юпорт шайрынде құруджылық краны мескен евлерге тұшты. Бірінсан әляк олды, дорты яраланды. Кран әке чоқ қатлы евнің уч юқары қатыны бозды. Бұның еле вақыа ері янында тұрған уч машнаға датыйды. Чоқ қатлы евлерінің сәкенлері тахлие етілді. Оларға мувақат барынақ берілді. Иншаат рузгар себебінден тұшты. Метеорологлар ел сүрятының сатты 90 километрге ете білежегі аққында тінбиелеген еді. Бафорт кадраның бойынша баяғы күчлі фортунадыр. Бұйық Британияда қар егіву себебінден 14 бенден зияды ев электриксіз қалды. Қар боранындан Искочия, Шымали Ирландия ве Ингилтерияның Шымали шарқы зарар көрген. Бозғын ава себебінден машиналар әрекеті де мұшкүлдір. Лондра учақ лиманында 100-ден зияды рейс тоқтатылған. Ава лиманның хадимлері учув қонув йоллағыны темізлемеге етіштірмей. Верховинада Украин киносының күнлері сонуна еткен яшлық кинофестивалінің әсас мүкафаты скицығыны елчігінің Ахтем Ситаблаевның Киборғы фильмі қазанды. Верховинада кечерілген фестиваль девамында еді земаневей Украин фильмі көстерілген еді. Амма серджелер өзді қатыны Киборғы фильміне айырған еді. Бұл фильмнің көстеруіне тахминен 3000 серджі келді. Әрсеанста зал толу еді. Серджелерінің бір чоқ мұрajаты елі тәшкелетчілар қошма көстерулеріні кечірмеге мечбур еді. Ивано-Франкивск вилаятындагы Верховина касабасы 4 күнге Украин кинематографиясы меркезіне чебірінді. Яшлық кинофестивалінде ерлі сәкенлерге яқынлары ойнатуға чыққан фильмлер көстерілді. Фест ерлі мектепте кечерілді. Фильмлерні қарарнен учбен серджесі еретті. У нас была традиция. Bizim Ukrainanın ufak şehirçeklerinde aksalarını geçirmek adetimiz barıdı. Ternopil, Kremenets, Vishnytsyada etkенimizni bu sene Verkhovinada etmege karar verdik. Eminmiz, bu ilk aksiyamız Ukrainanın kinoteatrları olmagan koy ve şehirlerinde Ukrain kinosu günlerinin geçirilmesini talap edi. Серджелерге еді Украин фильмі көстерілген еді. Кейбірге башқасының дуасы «Припутни», «Сторожевая застава», «Межа», «Червоный» ве «Дидзио», «Контрабас». Фильмлерні кинофестивалінде режиссер ве актерлар тағдым еткен еді. Эсас көргеніміз, серджелер ағықатын Украин киносыны сағынған ве шымды кинотеатрларының да чоқ олмасы мұйым. Украина бойынша бұл фильмлерінің сейір етілмесі лазым. Яшлы фестивалінің мүкефатыны скицығыныны серджелерінің рейберовы бойынша Киборги фильмі елді етті. Екінші режиссер Ахтем Ситаблаевге Киевде тағдым етілді. Өзі Верховинаға келіп оламады, ама яқын вақытта анда баражығыны айтты. Чүнки Прикарпатия тарafında Иван Франковның повести бойынша Захар Бер көтерілівалы невбеттікі фильмні чықарajақтыр. Адаптированный будет сценарий. Uygunlaştırılgan ssenariy olacak. Esas esерінің 90% сақланыр. Ama bazı bir değişiklikler de olur. Gaye ya da süreç cihetinden değil de bu ekeni bizim fikrimizge göre. Şimdi daha da tolu şekilde anlatabilecek koşma kahramanlarının көрсетілмесі cihetinden. Yayınımızın sonunda Қытайдaki kocaman kar heykeli hakkındaki haber. Heykelinin uzunluğu 300 metre, yüksekliği 35 metrini teşkil etti. O 2022 senesi Pekin'de geçirilecek olimpik ve paraolimpik kış oyunlarının timsalidir. Heykel ortasında koçağını açkan ve arkasında kanatları olgan kız tura. Sanat eseri üzerinde 500 insan çalıştı. 10 gün devamında 20 derece soğuk şaraitlerinde çalışkan ediler. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha da çok haberlerini sizler Ukrain Forum saytında okuy bilesiniz. UA TV ile olunuz. Sağlıklı kalınız. Görüşkence.